Күні кеше Сәкен Сейфуллиннің бұрын соңды жарияланбаған тарихи видеосы жарияланды. Тарихи тұлға бейнеленген кадрлар 1935 жылы Қазақ автономиясының құрылғанына 15 жыл толуына орай түсірілген. Қазақстан арнасының эксклюзив деп жариялаған таспасын Ресей архивінен ғалым Ермұхамед Маралбек тауып әкелген. Ал енді бұл неге күллі қазақтың қуанышы екенін білесіз бе? Себебі сол замандағы ардақты тұлғалардың ішінде осы күнге дейін бір ғана адамның видеосы табылған. Ол ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының видеосы. Бұл таспа 2022 жылы бірақ қолға түскен. Кадрлар 1926 жылы 26 ақпан мен 5 наурыз аралығында Әзірбайжанда бірнеше бүкілодақтық түркология құрылтайында түсірілген. Мұны да ғалым Ермұхамед Маралбек тауып әкелген. 8 минуттық видеода Ахмет Байтұрсынұлы 6 рет көрінеді. Бір қызығы съезде 3 оператор жұмыс істеген. Ғалымдар тауып әкелген видеодан бөлек тағы 2 аппараттың түсірген видео жазбалары пайда болуы мүмкін екен. Осылайша сол замандағы екі ғана тарихи тұлғамыздың видеосы бүгінге жетіп отыр.